сөздің шындығын айту керек, қазір мына әскер азғындықтың ортасына айналып кетті десек артық болмас. Қой үстінде бос тұрған жұмыртқа қалаған бейбіт заманда қаншама қыршындай жастарымыз кетіп жатыр. Аман сау барып, аман емес қайтып жатқандар қаншама. Құдай сақтасын, кім қазіргі заманда өзін аман сау мәпелеп өсірген 18 жасқа дейін баласын аман есен 12 мүшесін түгел жіберіп, одан кейін Құдай сақтасын жаңағыдай мүгедек болып, я болмаса табытпен қарсы алып жатса, ол кімге жақсы? Сондықтан да біз қазір, мен ойлаймын да, осы біз әскердегі мәселені реттемей, тәртіпсіздікті реттемей, өкінішке орай біз сонымен қатар парақорлықты арттырып жатырмыз осы салада. Менің айтар ұсынысым, дәл осындай мәселелер болдырмау үшін бұл жерде орысша айтқанда требуется драконьи меры. Егер де бір өңірден бір осындай жағдай тап болды ма, бір сарбаз көз жұмды, болмаса жаңағыдай бір сарбаз мүгедек болып қалып жатса, дәл сол жерде менің өзімнің ойым, аймақтық әскери бөлімшелерінің бірінші басшылары міндетті түрде үлкен жауапкершілікке олар тарту керек, күшейту керек, тіпті трибуналға жіберу керек. Сол кезде ғана бізде тәртіп орнайды. Енді жаңа өзіңіздің баяндамаңызда қаншама мәлімет бердіңіз, дегенмен мен естеріңізге сала кетейін. Естеріңізде болса, президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев арнайы осы әскери қызметкерлердің арасындағы жарғылық емес қатынастарды жоюға байланысты комиссия құрған болатын. Алайда ол комиссия менің ойымша нақты жемісті жұмыс атқармады. Қазақша айтқанда, айдағандарыңыз 5 ешкі, ысырықтарыңыз жер жарады. Қаншама жағдайлар қайталанып жатыр.